Бастайық. Қанша үш адам бар ма? Алмагүл, Абай, Бақыт, армысыздар, қайырлы таң. Бүгінгі сабақтың тақырыбы командамен немесе жалғыз жұмыс істеу керек пе деп аталады. Осы тақырыпта бірнеше тақырыпша болады. Ол жалпы басқару жөнінде, команданы жинау құру жөнінде, немесе мүлдем команда керек емес, жалғыз жұмыс істесеңіз де болады деген осы тақырыптардың жан-жағын зерттеп шығамыз. Бірақ алдында айтқандай, соңғы шешім өзіңізде, себебі сіз компанияның қалаушысыздар, және де өзіңіздің қолыңызда, өзіңіздің еркіңізде, да, қалай басқару оны тағы сондай сияқты. Бастайық. Алдымен екі ұғым бар: бастық және көшбасшы деген. Жалпы көшбасшылық, лидерство деген тақырып өте көп тараған ғой Қазақстанда. Кезінде өзіміз президентімізді да лидер нации деп бір уақытта айтқанбыз. Яғни лидер деген адам кім, бастық деген адам кім екенін түсініп алайық ең алдымен. Екеуі де топты, жүйені басқарады. Екеуі де басқарушы шешімдер қабылдайды. Бірақ та олардың сол шешімдерді қабылдау және сол шешімдерді қадағалау, сол шешімдерді жарлығын шығару, осының барлығы әртүрлі. Қараңыздар. Бастық басқарады, көшбасшы алдайды дейді. Алдаудың мысалын айтып берейін. Яғни әрбір адаммен тіл табыса алады деген ғой. Яғни алдайды болғанда бастықтардың кейбіреулері басқарып тіке айта салады да, көшбасшы деген кейбір кездері өзінің не ойлаған айтпай, өзінің кәсібіне қолайлы нәрсені ғана айтады деген мағынада айтылған. Бастық клон дейді. Клон яғни копия, яғни жай ғана қарапайым бастықтар көп дейді ғой. Әрбір бастықты елестетсек, примерно бір пиджак киген, галстугі бар, сондай бір адам елестетеміз ғой басында. Сол көшбасшы деген ерекше болады. Оның өзінің ерекшелік стилі болады, ерекше сөйлейді, ерекше жүреді. Жалпы ерекше көшбасшылар ерекше болады, және де ерекше болу көшбасшыға ол норма. Яғни бастық мен дейді әрқашанда, көшбасшы біз деп айтады. Ол яғни түсінікті да. Ұйымның, жанұясының, командасының қамында ойлап жүреді әрқашанда көшбасшы. Бастық командадан талап етеді, көшбасшы команданы зарядтайды, қуаттап береді, мақсатының жолын көрсетеді, өз алдында жүреді ғой, басқаша сөзбен айтқанда. Осы ерекшеліктері: бастық басқарады, командалар береді, мақсаттар мен міндеттер қояды, олардың орындалмаған үшін есеп береді. Жалпылай айтқанда, ол бар нәрсені басқарады. Көшбасшы міндеттерді өзгертеді, оларды ұжымға бейімдейді және ұжымның өзін ықпалымен өзгертеді. Қажетсіздікті алып тастайды және де жетіспейтін нәрсені қояды. Жақсы көшбасшы ұжымда ең маңызды адамдар екенін түсінеді дейді. Көшбасшы үнемі ұжыммен қарым-қатынастың өзіндік әдістерін іздейді және де басқарудың әртүрлі модельдерін қолдануға тырысады. Осыдан алған жалпы түйіндеме жасайтын болсақ, мен өз ойымда, мүмкін сіздерді микрофон қосып өз ойларында айтатын шығарсыздар, елестеткен адамдарды. Бірақ мен ойымша, бастық деген көбінесе ол қалыптасқан мемлекеттік жүйеде барлығы бастық дейді ғой. Бір-біріне бастық. Үлкен бастық болады, үлкен бастықтың замы болады, ол замның тағы да астында қармағында біреулер болады. Әркім өзіне бастықта, тіпті еден жуатын әйелдің үстінен де бастық қойып қояды. Көрдіңіз ба? Ал бизнесте, нарықтағы бизнесте көбінесе мен ойымша көшбасшылар болу керек. Себебі олар тек қана олардың ойларында бар, қандай мақсат қоямыз, қандай кәсіп жасаймыз,
кез келген қиындықтар болса, олар қашып кетпейді. Олар сол қиындықтың алдына барып, оны шешуге тырысады. Және де менің ойымша, жалпы көшбасшылар деген ол нарықтағы адамдар. Өздеріңізде бір мысалдар болса, айтып берсеңіз, қосылып таңертең шамалы оянып дегендей сабаққа қатысақ. Егер де мысалдар болмаса, ары қарай жүреміз. Бастық пен көшбасшы. Мүмкін біреулер наемный жұмыс жасаған кезде соны білетін шығар. Мысалдарыңыз бар ма? Қандай бастықтың бір байқаған қылықтарын көрдіңіз? Қандай көшбасшының бір байқаған қылықтарын көрдіңіз? Микрофондарыңызды қосып қатысқаныз болады. Жұмагелді, Динара, Амангелді, Назгүл, армысыздар, жаңа қосылғандар. Жақсы. Мысалдарыңыз болмаса, әрі қарай жүре берейік. Маған ең бастысы өзіңіз түсінсеңіз болды ғой. Түйіндеме ретінде мен айтып шықтым. Егер де білетін болсаңыз, қазіргі таңда өте жан-жақты естіліп тұрды. Мынаны істеді, ананы істеді дегендей, шетелдік бір разработчик, изобретатель Илон Маск деген бар. Кім білмейді, ол машина шығарды, космосқа ракета жіберді, тіпті қазір роботтарды жасап жатыр да, искусственный интеллектін қосқанда. Соны лидердің бір мысалына келтіруге болады. Себебі оның көптеген де жоспарлары бар, қашанда әлі жарық көрмеген. Оларды тартып, өзі айтып, өзі қорғап шығатты әрқашанда. Мысалы, бір қызық нәрсе істегенде, огнемет нәрсе жасау, яғни отпен ататын пистолет дей ма, қандай автомат дей ма, сол отпен шығарады. Сөйтсе сұраған кезде, оны не үшін жасадыңыз десе, кім біледі дейді, егер зомбилер келетін болса, зомби апокалипсис, біз соларды отпен атып, отпен ғана өледі екен, құртылады екен. Әрине түсінікті, қиял барлығы түсінікті. Бірақ та ол осы идеяны шығарып, осы идеяға адамдар жинап, яғни кім? Зомбиға сенгіш адамдарды, өз артынан. Осы идеяға ақша жинап, осы идеяны шығарды. Көрдіңіз ба? Сондықтан да нағыз көшбасшы лидер деген мысалы осылай мысал келтіруге болады сол адамды. Егер қосам дейікшілер болса, болмаса микрофондарыңызды өшіре тұрсаңыз, себебі бөтен бөгде жасайтын дыбыстар шығады. Келесі, мен негізі өзіңіз түсінгеніңіздей, осы жерде кәсіпкерлерге көшбасшы болуға кеңес беремін. Енді көшбасшылар кім деп сұрасаңыз, басты табысты көшбасшының дағдыларын өтіп кетейік. Біріншіден, жүйелік ойлау. Яғни кез келген іс-әрекеттің барысында сіз оны пландайсыз. Қалай болады, қандай қиындықтар болады, оларды қалай жеңеміз. 1 жылға, 2 жылға, тіпті 5-10 жылға жоспарлайтын да көшбасшылар бар. Жүйелік ойлау қабілеті істің барлық аспектілерімен әсер етуші факторларын қамтуға көмектеседі. Яғни егер де кенеттен бір нәрсе болып қалатын болса, әрине түсінікті, оған сен жоспарлай алмайсың оны. Бірақ та, мысалға, 1 жылдан кейін командам өседі, 2 жылдан кейін командалардың ішіндегі адамдардың жалақысын көтеру керек, ендеше шығындар көп шығады, соның барлығын жоспарлап шығады. Немесе басқаша айтуға болады. Қазір мен үйден бастадым ба, 1 жылдан кейін мен офис ашам, Құдай қаласа. 2 жылдан, 3 жылдан кейін мен команда жинаймын. Осының барлығын жоспарлап алады да, ақшасын уже жинап, сол болашақ офисті алам деп ақшасын жинай бастайды. Келесі, шешім қабылдау қабілеті. Яғни көшбасшылар күн сайын көптеген қиындықтарға тап болады, жан-жақты шешімдер қабылдайды. Қарапайым тек қана цветной принтерға басамыз ба, черно-белый принтерға басамыз ба деген сұрақтан бастап, үлкен сұрақтарға дейін шешіп береді. Оның налоговые бар,
пожарниктері бар, техника безопасности, охранасын алу керек. Жан-жақты көп қой сұрақтар шешіп шешім қабылдау керек екен. Соның барлығын күнделікті қабылдайды. Және де бір қызығы, өзімді кәсіпкер болғандықтан, сен ол шешімдерді күнделікті қабылдағаннан кейін жұмыста үйдің ішінде де, туыстардың арасында да сол шешім қабылдай бастайсың да. Басқалар әрі-бері ойлағанша, мынаны ойластыру керек, қалай істейміз дегенше, сен уже тез ойланып шығасың да шешім қабылдай саласың. Себебі сен күнделікті ол қабілетті күнделікті қолданасың, ол да бұлшық ет сияқты шынықтырасың да, оны уже шешім қабылдау, бір мезетте шешім қабылдайсың да, ол шешім көбінесе дұрыс болады. Келесі интроспекция деп жазды, бірақ ол самоанализ, өзін талдау деуге болады да. Өз іс-әрекеттерін байсалды бағалау басқалардың жағымды тәжірибесін барынша пайдалану мүмкіндігі. Яғни көшбасшы әрқашанда ұйымдағы адамдар болса, соларды түсініп, кім қандай шешім қабылдайды, кім қандай іс-әрекет жасайды, соның барлығын біліп, өзін-өзінді талдай алады. Және де басқалардың да. Міндетті түрде көшбасшы деген психолог болу керек. Себебі ол біріншіден шешім қабылдау керек, екіншіден адамдарға дұрыс қарым-қатынас атқару керек, үшіншіден осы психолог болса, кез келген кездесулерден, кез келген переговорлардан мықты болып шығады. Келесі осы қарым-қатынас. Кез келген басшы жұмыс уақытының едәуір бөлігін қарым-қатынасқа жұмсайды. Сондықтан да ол үшін маңызды кәсіби сапа және де эмоционалды бағалау қарамастан адамдардың іскерлік қарым-қатынас жасау мүмкіндігі болу керек. Бір мысал келтірейін. Күнделікті қарым-қатынаста түрлі басшылармен боламыз ғой. Мысалы, кейбір басшылар болады. Әрине, барлығымыз адамбыз ғой, барлығымыз пендеміз ғой. Және де кейбір басшылар болады, мысалы, күні нашар өтті, таңертең машинасы от алмай қалды, үйде әйелімен ұрсып қалды, балалары бір нәрсесін бұзып тастады, уже жұмысқа келеді, настроениесі жоқ, алады да жаман настроениясын кімдерге, жұмыскерлеріне айтады, немесе партнерларына айтады, клиенттеріне айтады дегендей. Ол әрине болып тұратын жағдай, бірақ та оны болдырмауға тырысу керек. Себебі сіздің эмоцияңыз ол сізде қалу керек. Сіз жұмысқа келдіңіз ба, сіз басшысыз, көрдіңіз ба? Сіз міндетті түрде енді тек қана жағымды болу емес, бірақ та өзіңіз қарым-қатынаста өзіңіздің болған ішіндегі эмоцияларыңызды бизнеске салмау керек. Себебі егер де сіз келіп, барлығы нашар, барлығы жаман деп оны жұмыскерлерге айтсаңыз, олар әрі қарай апарады, сосын сіздің кәсібіңіз жүрмей қалады ақыр соңында. Ал күшті көшбасшылар әрқашанда жұмысқа келіп, әрқашанда улыбкасы да, езулерінде беттері әрқашанда заряженный, позитивті болып келеді. Сенің қалың қалай, мынаның қалай, үй іші аман есен ба деп білдірмей жүреді әрқашанда осы әрбір ұйымның ішінен. Сол да өте маңызды. Келесі стресске төзімділік. Яғни қазіргі заманда көшбасшы көптеген қарсылықтарға, көптеген мысалы, бір мысалмен келтіре берейін. Бір заказ партия бересіз доставкаға. Сөйтсе, біріншіден клиентке уже обещать етіңіз, қазір келеді деп. Доставщик келмеді, оны екінші күнге создыртты, ана адамнан ақша алып қойдыңыз уже, жан-жағынан звондап жатыр, мына жерден сатып алған адам сұрайды, қалай, қашан келеді деп, арна жағынан доставщикке хабарласасыз, неге қашан келеді деп дегендей, әрқашан стресста боласыз да, екі оттың арасында деуге болады да. Соны дұрыс, нағыз күшті көшбасшы деген стресске төзімді болады да, анандай паникаға бармайды да, әрқашанда қалай айтады, салқын дәрежеде, әрқашанда
сабырлы болады да, шешімдерді асықпай қабылдайды да, ойланады алдымен, эмоциясын қоспайды, стресске бармайды дегендей, осы қабілеттер өте маңызды. Енді оны түйіндейтін болсақ, әрбір бастық көшбасшы бола бермейді, және де болуы да керек емес. Көптеген бастықтар бар, бірақ та олар көшбасшылық қасиеттері жоқ. Тек қана отырады да бір кабинетте басқарады. Бірақ бір стресс болып қалса, уже шыға алмайды ол стресстан. Или қарым-қатынасқа дұрыстап шығу керек болса, қарым-қатынаса алмайды да. Егер де осы нәрселерді байқасаңыз, егер адам ішінде осы қабілеттер болмаса, значит ол жай ғана басқару да оныкі. Мынаны істе, ананы істе, мынау дұрыс емес. Бірақ та ол да үлкен қабілет та, басқаруды білу керек. Бірақ жалпы басқару мен көшбасшының айырмашылығын айтып жатырмыз да. Және де кез келген көшбасшы бастық бола бермейді. Неге десеңіз, көптеген компанияларда, яғни өзіңіздің қарамағында жұмыс істеп жатқан жұмыскерлердің ішінен де көшбасшылар болуы мүмкін. Мүмкін ол өзінің бір үйінің көшбасшысы, әрине түсінікті. Немесе бір спортпен, футболмен айналысса, например, өзінің командасында көшбасшы болуы мүмкін. Бірақ сіздің ұйымыңызда ол сіздің қарамағыңызда болады, сіздің астыңызда болады. Көрдіңіз ба? Әрбір көшбасшы бастық бола бермейді. Бірақ та егер де сіз осы қабілеттерді іштеріңізде байқасаңыз, міндетті түрде басқаруға тырысыңыз, көшбасшылық қасиеттеріңіз болса. Егер де олар жоқ болса, жоқ, енді жоқ деуге болмайды, болады әрбір адамның ішінде, бірақ дамымаған болса, оларды дамыту керек міндетті түрде. Өйткені сіз кәсіп бастадыңыз ба, сол күннен ақ сіз жай ғана қарапайым үйде отырып, ешқандай шешім қабылдамай, ешқандай телефонға шықпай, ешқайда бармай деген кәсіп болмайды, ол кәсіп жүрмейді. Тек қана отырып, команданы алып, оларды басқару деп ойласаңыз, кәсіп деген олай емес. Кәсіпкер өзі өту керек онысының барлығын. Және де алдымен көшбасшы болу керек. Жақсы. Келесі тақырыпша осы команда туралы. Керемет өнімді дейді, әртүрлі команда жасайды. Мұндағы мағынасы команданың ішіндегі адамдар жан-жақты болу керек. Егер де бір келгі 10 адам таңдасаңыз, ол да жақсы. Бірақ ол жақсы қайда? Мысалы, егер де ол әскер болса. Әскердің тактикасын білесіз ғой. Барлық адамдарды жинайды, барлығының прическасын менде сияқты бірдей қылады, барлығын бірдей киімге киіндіреді, бірдей командаларды үйретеді. Себебі ол егер де бір қорғаныс керек болса, немесе керісінше жауға шығатын болса, ол бір келкілік команданың жүйесі ретінде бір мығым қол сияқты болады да, жан-жақты тарап кетпейді. Сондықтан да бірдей қылады әскердегілерді. Ал кәсіпте болса, адамдардың небәрі алуан түрлігі, небәрі характерлердің әртүрлі болса, міндетті түрде, мысалы, команданызда даже ондай алысқа бармай қояйық, ер адам мен әйел адам әртүрлі жұмыс істейді. Екеуінің должности бір болсын, бірақ та көзқарастары, психологиясы, кез келген нәрсеге қандай шешім қалай қабылдау екендіктері әртүрлі болады да. Сол үшін командаңыз әртүрлі адамдардан тұру керек. Стив Джобстың Macintosh деп аталатын компьютерлік командасы сұраған кезде, кімдер жасады десе, IT мамандығының терминдері да, фронт-энд әзірлеуші ме, бэк-энд әзірлеуші ме, немесе инженер бағдарламашылар ма деп сұраған кезде, Стив Джобс өзінің командасын мен өнімі туралы былай дейді екен. Macintosh өте әдемі болып шықты. Өйткені онымен жұмыс істеген командада музыканттар, ақындар, суретшілер, зоологтар, тарихшылар болды дейді. Ақырында әлемдегі ең жақсы компьютерлік техниктер болып шықты олар. Көрдіңіз ба? Осы кезген мамандықтың, кезген профессияның, профессионал дейміз ғой, мысалы, токарь болсын, сварщик болсын, тағы сондай сияқты. Оның артында басқа да адам бар, таланттары бар адам, немесе хоббисі бар адам, немесе
мысалы жоғарыда айтып кеткендей спортпен айналысатын болса ол адам, осы спортпен айналысу, спорттың дағдыларының қабілеттерін міндетті түрде ол жұмысқа да әкеледі. Қандай десеңіз, вредный привычкасыз, себебі ол жүгіреді ғой, қалайша ол темекі шеге алмайды, арақ ішпейді, себебі егер шегіп алса немесе ішіп алса, ертеңгі күні спортпен айналыса алмайды. Ол, наверное, таңертең ерте тұрады, кешікпейді яғни жұмысқа. Неге десеңіз, себебі спортсмендер ерте тұрып зарядка жасайды, шынығады, тағы сондай сияқты. Ол командный игрок болуы мүмкін. Неге десеңіз, өйткені командный спортта, футбол делік, әрқашанда команда жеңеді ғой. Пас беру, біреу атакада, біреу қорғаныста дегендей, тағы сондай сияқты. Сондықтан да әрбір адам, әрбір профессионалдың артында сіз келген кезде, ол сварщик емес, жай ғана сварщик емес, ол сонымен қоса ұқыпты, таңертең ерте келетін, спортпен шұғылданатын, и еще біз командамен, ұйыммен, ұжыммен футбол барып ойнаған кезде барлық голдарды салатын осы жігіт дейсіз. Көрдіңіз ба? Ол да қасиеттері міндетті түрде сіз сатып аласыз, ол қасиеттерді. То есть мен тек қана оның жақсы сварщик болған үшін емес, сонымен қоса қандай жақсы адам екені үшін де ақша төлеп тұрмын. Осындай адамдарды қалай тауып аламыз, қалайша ондай команданы қалыптастырамыз деген сұраққа жауап берейік енді. Әр кәсіп үшін өз ерекшеліктері мен қабілеттері бар әртүрлі адам қажеттелік. Оның адамдарды жинаған кезде, сол адамдардың ішкі құндылықтары сіздің кәсібіңіздің құндылықтарымен сәйкес келу керек. Егер де сәйкес келмесе, ондай сотрудничество алысқа бармайды. 1 ай, 2 ай, 3 ай, жарты жыл, 1 жыл жұмыс істейді, сосын кетіп қалады ол адам. Егер де құндылықтарыңыз бірдей болса, ол адам көпке қалады, көп сізге табыс әкеледі. Себебі өзіміздің де, мысалы, командамызда мысал келтіруге болады. Біздің жобада, мысалы, анандай қыдыратын, өз уақытын бос өткізетін адамдарды алмаймыз да. Мысалы, бір жағымсыз қылықтары болса, уже алмаймыз жұмысқа. Жарайды, ол мықты разработчик болсын, мықты кәсіпкер болсын, бірақ та айтады ғой, қалай дейді? Бір құмырсқа бір нәрсені шірітеді дейтін бір мақал болғанды. Кешіріңіз, мақал-мәтелдерден не да? Күшті емеспін да. Бірақ та мағынасы солда. Бір құмалақ бір қарын майды шірітеді дейді ғой, қазақша. Иә, рахмет Абай мырза, рахмет, тыңдап дұрыс ейін салып. Тура солда, өйткені ол келе салатта уже компанияның уже не, андай кеме сияқты, лодка сияқты раскачивать етеді. Мынаған бара, кешкісін мынаны істейік деп, уже дұрыс адамдарды өз жолына тартады. Керісінше бола алмайды, өйткені қиын керісінше жасау. Өйткені өз-өзін қалыптастыру, дамыту жолы әрқашан қиын, чем барып андай гуляттап, ішіп дегендей, тағы сондай сияқты жолдан қиындау. Сол үшін, мысалы, біз командаға, ұйымға ондай адамдарды алмаймыз. Сізде, мысалы, сіздің ұйымыңызда басқа құндылықтар болуы мүмкін. Мысалы, ол міндетті түрде қазақ тілінде сөйлеу керек, немесе ол міндетті түрде батыстікі болу керек, немесе оның руы міндетті түрде адай болу керек. Мүмкін біреуге күлкінішті болып естілсе де, бірақ та ол да өте маңызды болып қалады ақыр соңында. Мысалға, біз бір кезде біздің ұйымда дулаттар көп болып кетті. Мен енді руларды сынап атқан жоқпын, тек қана өзіндік ерекшеліктерін айтып жатырмын да, адами қабілеттерін румен. Дулаттар өте күшті адамдар, өте еңбекқор адамдар. Бірақ бір ерекшелігі бар олардың, басқаруды жақсы басқаруға тырысады да любой нәрсені, даже если яғни ұйымда бастық болмаса да, өзінің несін, ойларын айтқысы келеді. Мынаны былай істейік, компанияны осылай өзгертейік, мүмкін бізге инвестор табу керек дегендей. Ол да жаман емес негізі. Бірақ та 3, 4, 5 сондай адам болған кезде, жиналған кезде жұмыс істейтіндер қалмайды. Барлық жан-жағынан компанияны қалай өзгертеміз, қалай дамытамыз деп айтады да, жұмыс істейтін адамдар қалмайды.
Вот. Сол үшін де өзіңіз біліп алыңыз қандай құндылықтар болу керек сіздің ұйымыңызда. Сол құндылықтарға сай адамдарды жинаңыз. Және де ол әлемдік үлкен компаниялар, мысалы өздерінің 100 жыл, 50 жыл жұмыс істеп жатқан компаниялар құндылықтарын тіпті бір дәптерге жазып алады. Жазып алады да кез келген жаңа адамға міне мынаны жаттап ал. Мынау заңдар дейді. Мынаны білсең, мынаны орындасаң, біздің компанияда жұмыс істей аласың дегендей бір кітапшалар жазып алады да. Кейбіреулері мысалы айтады, это наше қалай? Бұл біздің ұран дейді. И компанияның ұранын андай үлкен қылып баннерге салады да при входе жазып қояды. И уже кез келген адам түсінеді да, мысалы бір компаниялар бар, әлемдік доставкамен айналысады. Олар айтады, доставим все, что угодно, или вернем вам деньги дейді. Сонда ол осы ұранға бүкіл компанияда жұмыс істеп жатқан адамдар несі да, идеологиясы болып кетеді да. Мен таңертең тұрып жұмысқа келем не үшін? Біреудің доставкасын тезірек апару үшін дейді да. Все, міне осы менің құндылығым. Мен әрқашанда тез жүру керекпін, тез сөйлеу керекпін, шешімді тез қабылдау керекпін. Неге десеңіз, біреудің затын уақытылы апару керекпін дейді. Көрдіңіз ба? И осы құндылықтар әрқашанда көмектеседі сосын әрі қарай. Енді құндылықтарыңыз бар делік, команданы жинай бастадыңыз, немесе командаңыз бар. Әртүрлі ғой, әркім әртүрлі кезеңде. Мысалы мен бір тыңдаушымыз бар, қазір бар ма чатта? Чатта жоқ қазір ол. Нұрсұлу ханым деген. Мен естуімше оның уже қарамағында 20 шақты адам бар. Соған бір қызықты болатын еді, мүмкін записті көреді. Енді көрдіңіз ба, әрбір адам әртүрлі ғой. Оның бір ұйымда 8 сағат отыру керек, бір кабинетте отыру керек. Сонда команданың болуын, ұйымның қалыптасуының 4 кезеңі бар екен. Бірінші кезең, команда тек құрылады, адамдар танысады, енді ғана қарым-қатынас орнатады, әркімнің қандай көңіл күйлерін соны біліп алады да. Көбінесе осы кезеңде барлығы бастыққа қарайды, көшбасшыға қарайды. Яғни арасында өздері араласпайды. Екінші кезең, қақтығыстар мен келіспеушіліктер басталады. Өйткені әркім біреудің баласы ғой, өзіндік тәрбие көрген, өзіндік, мысалы, біреулер айтады, мен ана жерден білім, опыт алған, мен мына опытым бар, екінші сайт, мен мына опытым бар дейді. Екі қошқардың басы бір қазанға сыймайды дейді ма, солай. Әрқашанда қақтығыстар бола бастайды. Үшінші кезеңі, сол қақтығыстардан кейін ерте ме кеш пе олар аяқталып, қарым-қатынас қайттан жақсарады. Себебі уже барлығы өзінің позицияларын біліп алады да, иерархиялық жол бар ғой. Так, маған мен дауыс көтермеймін, мен керісінше осылай сөйлесу керек, мен осылай сөйлесу керек дегендей бір-бірлерін біліп алады. Және де төртінші кезеңі барлық командалар бірлескен сәт, яғни уже бір-бірін білетін, бірнеше жылдар жұмыс істейтін, бір-бірлерін, мысалы, өте маңызды нәрсе, туған күндерін құттықтап дегендей, туған күндерін бір-біріне өткізіп, бала шағасына дейін білетін адамдар жақсы команда болады. Себебі олар уже андай бір-бірінің мінезіне, көңіліне, қақтығыстарға көңіл бөлмейді да. Олар тек қана жұмысты ойлайды. И доверие өте жоғары, сенімділік бар. Өйткені мен ол адамды білем, оның әке-шешесін білем, оның қандай жақсы жаман тұстарын білем, және де мен ол адамға сенімділік атқарам. Ондай командалар өте аз, шыны керек. Бүкіл әлемде өте аз. Себебі осы төртінші кезеңге жетпей қалады барлығы. Тарап кетеді. Және де өздеріңіз егер бір жұмыс наемный сотрудник болсаңыз, білесіз, текучка кадров деген нәрсе бар. Әрқашанда біреу келеді, біреу кетеді, біреу келеді, біреу кетеді, любой жұмыста. Особенно сезонный жұмыстарда, стройкаларда, тағы сондай сияқты сезонный жұмыстарда текучка жиі болады да. Адамдар бір-бірімен қарым-қатынасып, осы үш жолды өтіп, достасуға үлгермейді. Сол үшін өзіңіздің ұйымдарыңызда осының міндетті түрде ескеріп жүріңіз. Қосымша, сіздің барлық жиналыстарыңызда айтылғандардың бәрін жазып алғаныңызға жөн. Осының барлығы, мысалы, жиналыс істеп жатсыз ба?
команда деген отырып осының барлығын жазу керек. Жоба бойынша әрбір болашақ іс-әрекет үшін жауапты адамды тағайындаңыз және нақты мақсаттар қойыңыз. Команданың барлық мүшелері жобаның нәтижелеріне, мақсаттарына қол жеткізу үшін өзінің рөлін түсіну керек. Түсіндіңіз ба? Мысалға, жаңа адам алдыңыз делік. Ол адамда міндетті түрде рабочий обязанностьтар болу керек. Не істейді? Таңнан кешке дейін не істейді? Бір мысал келтірейік. Еден жуатын адаммен мысал келтірейікші, өте түсінікті болады. Барлығы ойлайды да, еден жууға көп білім қажет емес деп. Бірақ шын мәнінде даже еден жуудың логикасы және де обязанностьтары болу керек. Мысалға, үлкен цех делік, цехта жұмыс атқарады адамдар. Олар мысалы обедке шыға ма? Обедтің уақытында 1 сағат бар. 1 сағатта барып тез жинап тастау керек барлығын. Келесі нәрсе, кешкісін қалып барлығын жинау керек. Немесе таңертеңгісін келіп. Егер ол кісі таңертең келіп барлығын жинап тастамаса, уже целый день бүкіл команда отырады, грубо говоря, лас жерде отырады. Уже лас жерде отырған кезде адамның жұмыс істеу қабілетіне де әсер етеді. Көрдіңіз ба? Сол үшін даже ол адам білу керек, не үшін істеп жатыр жұмысын, мақсаты қандай, не үшін келеді, не үшін оянады дегендей. Ең жақсы нәтижелер команданың барлық мүшелері мақсаттарды тұжырымдауға қатысқан кезде қол жеткізіледі. Жоғарыда айтып кеттім. Егер де барлығы 4 адам болса ұйымда, 4 адам бір мақсат қоятын болса, бір мақсатқа жетеміз дейтін істер жасайтын болса, ол іске тез жетесіз. Айтады ғой, біреумен жүрген кезде жол тезірек болады дей ма, сондай бір сөздер бар. Соның логикасы, егер де екеулеріңіз бір жолмен, бір точкадан екінші точка екеулеріңіз бірдей бара жатсаңыз. Ал көп командалар болады, ойлайды да, мен командамда 3-4 адам бар дейді, қазір біз тез атқарамыз. Бірақ шын мәнінде уже команданың ішіндегі адамдардың мақсаттары әртүрлі. Біреу айтады, мен жай жазға келдім, жұмыс істеймін да кетемін дейді. Біреу айтады, мен қазір ақша қажет емес маған, мен опыт үшін келдім, опыт жинап аламын да, сосын ары қарай жылжимын дейді басқа компанияға. Тасын сондай. Сол үшін мақсатты түзетіп алу керек алдымен. Мақсат белгілі болған кезде қатысушылар жұмысқа ынталы болады. Және де ол мақсатқа жету үшін бар күш-жігерін жұмсайды. Айтып кеттік оны. Және де мақсаттарды командаға айтуыңыз бүкіл команданың бағытын көрсетеді. Яғни, ол уже, конечно, үлкен компаниялармен мысал келтіру керек. Мысал делік, 100-500 адамы бар компаниялар бар. Жарайды, мен қазір мүмкін дұрыс айтып жатқан жоқпын, бірақ бір мысал бар да. Өзім жұмыс істегенімде ол компанияда квазигосударственный сектор, ішінде 2000 адам бар. 2000 адам жұмыс істейді. Ол тоже IT телекоммуникацияның маңында, бірақ названиясын айтпай қояйын. Яғни ол жұмыста, ол ұйымда 2000 адам жұмыс істеп жатыр да, бірақ та 2000 адамның мақсаты бір болмайды ғой. Қалай болады? 2, 3, 4, 5 адамды жинау қиында. 2000 адамды қалай жинайды десеңіз, компания корпоративті түрде командаларын дамытады. Не істейді? Бәріне таныс, егерде кім? Айгүл ханым ба, егер қателеспесем, Назгүл ханым ба? Несі бар? Зона отдыхасы бар. Зона отдыханың ең көп, мүмкін мен ойынша, Астанада точно солай да, сатылатын нелері, турлары корпоратив өткізу дейді. Яғни бүкіл компания корпоратив қанша 100 адам болсын, 200 адам болсын шақырады, таза ауада серуендейді, бір ойындар ойнайды, тағы сондай сияқты. Екіншісі, мысалы біздің компанияда бірге барып спорттық нелерге қатысу болды, үйірмелерге. Яғни компания тегін емес, енді 80% скидка береді да, спортқа қатысуға. Футбол ойнайсың ба, волейбол ойнайсың ба, или просто качкаға барасың ба, өз еркін.
Үшіншісі тоже спортпен байланысты. Кез келген қазақстандық немесе Астана клубының құрамаларын футбол ойнаған кезде, өзі бастықтар футбол ойнайтын да жақсы. Сол матчтарға тегін билет беретін. Көрдіңіз ба? И уже ұйым жиналған кезде 1000-2000 адам күнделікті спорт залда көресің, жұмыста көресің. Бірге бір неге тимбилдингке шығасың. Уже ұйымның ойы бір болады. Сол ұйым, сол мақсаттарды, сол қасиеттерді осындай шаралар арқылы қалыптастыруға болады. Бірақ та егер команданыз 4-5 адам болса, оны істемей қойсаңыз да болады. Жай ғана қарапайым бірге шай ішіп, бірге күнделікті қарым-қатынаста болсаңыз да жеткілікті. Үлкен компанияларға ол міндетті түрде қажетті. Так, әрі қарай. Командаңыз бар делік. Команданың енді негізгі рөлдерін табу керек. Әр адам әрбір командада әр адамның рөлі бар, міндетті түрде. Егер ол адамның рөлі болмаса, значит, ол еще не определился, значит, скоро өз рөлін таңдайды. Бірақ та рөлсіз болу мүмкін емес. Қазір өте қызықты жаттығулар жасаймыз. Өзіңізді тапсаңыз, осы описанияларда, немесе командаңыздағы адамдарды тапсаңыз, түртіп алыңыз бірден. Өйткені мынаның ішінде қалай ол адамдармен жұмыс жасау керек, қалай қарым-қатынас табу керек екендігін де айтып береміз. Яғни осы рөлдерді бір ғалым ойлап тапқан, ол жөнінде бір 4-5-6 кітаптар бар, және де жан-жақты үлкен компаниялар оны қабылдаған. Оның пайымдауынша, кез келген компанияда ең негізгі 4 рөл болады. Яғни компанияны алға тарту үшін, алға ұмтылдыру үшін, мақсаттарға жеткізу үшін осы ең негізгі 4 рөл болу керек. Басқаша айтқанда, егер сіз және де қасыңыздағы 3 адам осы 4 әртүрлі рөлдермен болса, сіздің бизнесіңіз, сіздің кәсібіңіз міндетті түрде өз мақсатына жетеді. Ал енді талқылап көрейік. Біріншісі дейді, нәтижелерді өндіруші, яғни орындаушы. Кез келген компанияда орындаушы, яғни исполнитель дейді орысша. Мүмкін сол дұрыс аудармаған сияқтымды. Бірақ сол адам болады. Кейін әкімші, бақылаушы. Яғни ол адам өте жақсы әкімшілік нәрселерді жасайды. Үшіншісі кәсіпкер, яғни ол шабыттандырады, күшті идеяларды айтады, сондай адам. Төртіншісі интегратор дейді, яғни супер желім, басқаша айтқанда командаңыздағы айтады ғой, душа компания дейді ғой, сондай бір адам болу керек міндетті түрде. Кім барлық командаңыздағы адамдардың ішіндегі мүшелердің туған күндерін біледі, кім барлығының аттарын, есімдерін біледі, кім қай жақтан екенін біледі. Сондай адамда міндетті түрде командада болу керек, осы 4 адам. Енді функцияларын, сипаттамаларын көрейік. Нәтижелерді орындаушы, яғни өндіруші. Компанияда өнімді немесе қызметтерді жасайтын адам. Дамудың нюанстарын, технологияларын жетік біледі, кейін оларды өз жұмысына табысты енгізу үшін өз саласындағы жаңа өнертабыстарды қадағалайды. Яғни ол адам технар деуге болады. Немесе егер де сіздің кәсібіңіз сатумен байланысты болса, ол сатушы болады. Себебі неге десеңіз, компанияның өніміне тікелей әсер ететін адам ғой. Өйткені не өндіретін болса, не істейтін болса, осы адам, ол, грубо говоря, бастапқы отправная точка осы адамнан басталады. Бірақ ол адам жалғыз болуы міндетті емес. Ол адамның қарамағында ондай 5 адам да болуы мүмкін. Просто ол адам бір мысалмен келтіріп жатырмыз. Бірақ ол мағынасы бірнеше адамда болуы мүмкін, өндірушілер деген. Екінші, әкімшілер. Кім ол? Контролерлер. Ол міндетті түрде в основном менеджер болады. Көбінесе перфекционист, ұйымдастырылған, барлығын графикпен жасайды, барлығын жазып алады, түртіп алады. Процестің барлық бөлшектерін қадағалайды. Кезген жағдайды талдай алады, болашаққа жоспарларды жасайды. Және де іс бойынша көптеген сұрақтар қояды. Сұрақтарды іздейді, басқаша айтқанда. Ол адамдар компанияларда көбінесе мен білетін, мен танитын
бухгалтер болады, HR менеджер болады, тағы кім болуы мүмкін. Немесе андай операционщик бар. Менеджер операционщик, грубо говоря, міне басқаша айтқанда, зам аким білеміз ғой, зам аким, әкімнің қарамағында жұмыс істейтін. Әкімдер жұмыс істемейді ғой өздері, замдар жұмыс істейді ғой. Сол зам акима сол өте күшті администратор. Вот, сіздің командаңызда ондай адам болса, смело ол адамды бухгалтерлікке қойыңыз, немесе өзіңіздің оң қолыңыз деп қылып алыңыз да, ол адам міндетті түрде сізге өз көмегін, өз үлесін қосады. Келесі рөл кәсіпкер дейді. Ол адам идеялық шабытқа толы әрқашанда. Жаңа идеялар туғызады, тәуекелге барудан қорықпайды, компания қызметінің бағытын, оның дамуын, жаңа перспективаларын, стратегиясын барлығын ол әзірлейді. Үлкен видение сол адамда болу керек. Сіз мүмкін таңғаласыз, бірақ кәсіпкерлер міндетті түрде компанияның басшысы болуы тиіс емес. То есть сіз компанияның басшысы боласыз делік, мысалы, кім бар ма? Алмагүл ханым қатысады ғой спикер сабақтарға. Алмагүл ханымның мысалымен келтірейін. Алмагүл ханым кәсіпкер делік, бірақ та ол өз кәсібінде кәсіпкердің рөлін емес, әкімшінің, контролердің рөлін алады. Және де это нормально, ол бола береді. Бірақ оның компаниясында қарамағында кәсіпкерлік идеялық шабыты бар адам жұмыс істейді, ол идеяларды салады, келеді, Алмагүлге айтады: вот, давайте мүмкін ойыншықтарды доставкасымен жасайық. Мен мысалы осылай ойлап таптым. Или давайте ойыншықтардың жаңа түрін шығарайық. Мысалы, супергеройлардың түрлерімен шығарайық деп айтады. Және де сіз оны, точно, сен қалай, неге ол шешімге келдің? Ол келеді айтады сізге: мен осындай менің идеям бар, осылай істеуге болады, мынамен сөйлестім, анамен сөйлестім деп сіздерге ол идеяны сатады. Ақыры сонда сіз соңғы шешім сіз қабылдайсыз. Және де айтасыз: жарайды, жақсы, кеттік дейді. Бірақ та көбінесе әрбір кәсіпте кәсіптің басшылары өздері де осы идеялық шабытты кәсіпкерлер типінде, рөлінде болады көбінесе. Және де соңғысы интегратор, супер жерім дедік, ұжымды біріктіреді, әрдайым тыңдайды, әркімді түсінеді, көмектесуге тырысады, команданың идеяларын басшылыққа жеткізеді, айтқандай корпоративті шараларды өткізеді, жиналыстар, кездесулер өткізеді. Осының барлығын істейтін осы адам. Бір қызық жері, осы жерден түйіндеме жасайтын болсақ, егер де әркім өзін тауып алса, несін істесе, чатқа жазыңызшы, кім өз-өзін қандай неде тапты. Можно осылай жасауға, барлық сөз жазбауға, 1, 2, 3, 4 санды ғана қолданыңыз. 1, яғни орындаушы, нәтижелерді өндіруші адам. Екіншісі ол әкімші, бақылаушы, администратор. Барлығын тиянақты жазып жүретін тағысында сияқты адам. Кешіріңіз. Үшіншісі кәсіпкер, яғни идеяларды шабыттарды әкелетін. Және төртінші интегратор. Супер желім, әрқашанда бәрінің қарым-қатынаста болатын. Міне Абай өте тамаша. Абай өз-өзін әкімші, бақылаушы ретінде таныған екен, өзінің сипаттамаларын. Басқа да тез-тездетіп ойланбаңыз, көп ойланбаңыз. Любой цифры 1-ден 4-ке дейін қоя салыңыз, просто өзіңіз үшін закрепление болсын да, өздеріңіз үшін. Мен бір қызық жайт айтамын. Алмагүл ханым кәсіпкер. В принципе, түсінуге болады, өйткені ойыншықтарды өзі жасайды ғой, өзі ойлап табады, қандай түрлерін жасау керек екенін. Динара ханымды да білем, егер қателеспесем. Өндіруші, өте тамаша. Тамаша. Керемет, көрдіңіз ба, сізде 1, 2, 3, 4-тер жоқ тек қана. И Асия ханым күшті жауап берді, 3 в 1 дейді. Енді сізге осындай қызық нәрсе айтып берейін. Шын мәнінде осы, яғни тақырыпты жазған ғалымның пайымдауынша, әрбір адам максимум дегенде 2 ғана нәрсені, рөлді өзіне жетік түрде меңгере алады. 2 рөл. То есть Асия ханым айтқанда 3, 4 бола алмайды. Бірақ та
сіз келісесіз бе келіспейсіз бе өзіңіз біліңіз, Әсия ханым, сіз жекесіз ғой, әрбір адам ерекше. Бірақ та ол ғалым айтады, тек қана 2 рөл ғана болуы мүмкін. Және де егер де бір рөл нашар дамыса, екінші рөлді жабатын басқа адамды тауып алыңыз ұйымға. Және де басқаша, сізде ол рөл нашар дамитын болса, оны дамытып жіберіңіз, егер ол адам қасыңызда болмаса. Мен өз мысалыммен айтып кетейін. Мен кезінде тек қана 4-ші рөл болды менде. Яғни интегратор. Мен қарым-қатынасқа түсе аламын. Кезінде мектепте абай оқуларына, мұқағали оқуларына қатысып, ақындармен араласып дегендей ыңғайлы оңай тіл табыса аламын да. Менде 4 болды бұрында. Кейін мен бірді дамыттым өзімде, яғни өндіруші орындаушыны. Себебі сол кезде, сол мезетте компанияда ол адам болмады да, бастығымыз екеуміз ақылдасып, мен айттым, жарайды, мен болайын, мен барлығын істеп тұрайын, орындай, өндіруші болайын, істеп көрейік дедім да. Ақыр соңында өзіме ұнап қалды да, соны өте жақсы қарқынды дамытып, қазір менде интегратор деген супер желім нашар дамып кеткен. Неге десеңіз, нәтижені орындаушы, яғни көбінесе ол тоже бастық бола алады. Например, продажы мен есептейікші, продажының болса руководитель отдела продаж. Вот мен отдел продаждың бастығы делік, менде продажниктердің саны 10 адам, и мен уже анандай кімде қандай настроение, кімде қандай, кімнің туған күні қашан екен, мен есінде сақтай алмаймын, маған қажет емес та. Маған ең басты не керек осы адамдардан? Олар KPI-ді орындасын, көп сатылым жасасын, жұмысқа кешікпесін. Менде осындай уже отношение олармен, көрдіңіз ба? И мен оған барып жүр, бір жерде отырып кешкісін сөйлесейік деп айта алмаймын. Өйткені мен одан требовать ету керекпін да, ақыр соңында. KPI-ді неге орындамадым? Тіпті мен ол адамды даже увольнениеға да бере аламын. Ал қашанда мен онымен қарым-қатынасым өте тығыз болса, мен оның уже бала шағасын ойлаймын, андай-мындай, и мен уже уволить ете алмаймын да ол адамды. Көрдіңіз ба? Сондықтан да мен уже интегратор бола алмадым да, мен тек қана орындаушы, нәтижелерді орындаушы болып кеттім. Поэтому өз-өзіңізді байқаңыз, бірақ та егер осы 4-еуін білсеңіз, уже не өзіңізді бақылай аласыз, немесе командаңызда жақсы құра аласыз. Кімге мынау тема қызық болса, мен воркшоптан кейін организаторларға кітапты жіберем. Осы адамның кітаптары бар менде. Бірақ орысшасы немесе ағылшыншасы. Соны оқысаңыз болады. Адизис дейді, Ицхак Адизис есімі, менеджменттің 4 түрін жазып шықты. Немесе өзіңіз интернеттен тауып алыңыз. Вот. Маған неге қызықты болды десеңіз, мен осы тақырыпқа дипломдық жұмыс жазғанмын. Және де дипломдық жұмыстың тұжырымдамасы ретінде қазақтың көшпелі өмір салты осы 4 нәрсені, осы 4 қағиданы әрқашанда ескерген болатын. Қысқаша түрде айтып кетсем, қараңыз, көште әрқашанда көшті бастайтын, киіз үйді жинайтын, малды баптап қарайтын адамдар бола ма? Болады. Олар әрқашанда нәтижені өндіруші адамдар. Және де оның ішіне де әскер де кіреді, нәтижені өндіруші адам. Неге десеңіз, әскери адамға ананы істе десең, құп болады дейді да, ешкімнен сұрамай барып істей салады ғой. Көште әрқашанда әкімші бақылаушылар бар. Ол біздің әйелдеріміз көбінесе. Өйткені бекер айтылмаған ғой, әйел қалай мойын, ер бас деп, солай ма? Білмеймін, бір жерден естіген нәрселерімді айтып жатырмын да. Сол әйелдер әрқашанда тиянақты болады. Барлығын жазып алады, ойластырады, пландайды, тағы сондай сияқты. Көште үлкен аталарымыз, қарияларымыз бар. Олар көшті жүргізеді, айтады, 10 жыл бұрын ана жерде жақсы жем болды дейді, сол жерге барайық дейді. Көрдіңіз ба? Өйткені оның видениясы бар, оның опыты бар. Ол қариялар көбінесе сол идея шабыт беретін көштерде. И көште интегратор супер желімдер бар. Ол кімдер десеңіз, жастар, балалар әрқашанда жүгіреді, бәрімен ақылдасады, бәрімен сөйлеседі. Балалар
шалдармен де ыңғайлы сөйлесе алады, үлкендермен де сөйлесе алады, жан жақты жүреді да, и әрқашанда осы үшеуін біріктіреді. Соны зерттегенмін да, қызық болды өзіме. Тек қана андай батыстың білімі емес, өзіміздің тарихи жағынан қазақ халқында, қазақ дәстүрінде болған нәрсе негізі. Солай да қарасаңыз болады. Так, енді уақыт қалай? 1 сағат болды ма? Енді қараңыз, менде тағы да тақырыпшалар бар, бірақ та мен оларды шын мәнінде қоса салдым да, өйткені мен кімде қандай ұжым бар екенін білмедім да. Мысалы, мен Нұрсұлумен жеке бөлек әңгімелестім, сосын тағы бір Лаура ханыммен кеше хабарластым. Мен олардың бизнестерін білемін, Назгүл ханыммен хабарластым. Көбінісінің несін қандай кәсіп екенін біле қоймадым да, сол үшін әйтеуір қоса салдым. Тез ғана айтып шықсақ, егер бар болса, бар, болмаса тыңдамай қойыңыз, жай түртіп алыңыз да. Біріншіден, сіздің армандаған командаңыз. Егер де сіздің командаңыз бар болса, уже жинақы түрде, ол адамдарды тексеруге тапсырма бар менде. Маған мысалы, әрбір компанияның бастығы, компанияны жасадым ба, бірден құрдым ба, маған бірден бухгалтер керек, маркетолог керек, анау маман керек, мынау маман керек деп бірден сразу армандай бастайды да, қиялдай бастайды. Бірақ шын мәнінде бастапқыда кәсіпкер деген стартапта жалғыз бола алады. Оған андай үлкен команданың қажеті жоқ. Даже егер команда керек болса, оны штатқа емес, оны андай жалдамалы түрде бір жұмысқа алуға болады. Мысалы, сізге қазір дизайн керек па? Дизайн штатқа алудың қажеті жоқ. Жай ғана бір дизайн картинкаға төлеңіз, болды. Немесе тағысын деліп, даже тіпті продажниктерді де қазір удаленкада алып, бір продажа жасау үшін ғана алуға болады. Неге емес? Штатқа емес, ал анандай немен, айлық жалақымен емес, бір рет төлеумен да. Мысалы, сатылым жасадым ба, ақшасын төлеймін. Жасамадым ба, төлемеймін. Жай ғана бір ай отырып ақшаны алам десен, болмайды олай. Вот, сол үшін осындай тапсырма бар. Сізге командаға қажет адамдардың тізімін жазыңыз. Соның ішінде бірнеше сұрақтарға жауап беріңіз. Бұл адам маған не үшін қажет? Ол қандай функцияларды орындайды? Кейбіреулер айтады, маған бухгалтер қажет дейді. Енді ғана кәсібін бастап жатыр да, маған бухгалтер қажет дейді. Бухгалтер не істейді? Алдымен сұрап алыңыз өзінен. Есебін жүргізеді, бухгалтериясын жүргізеді, Excel'ді жүргізеді, андай-мындай отчетность тапсырады. Жақсы. Мен өзім істей алам ба оны? Негізі істей алам. Excel'ді аштым ба, жүргіздім. Істедім. Отчетность тапсыру керек болса, ол жылына 1 рет қой, или 2 рет па, сондай ғана. Кварталына ма 1 рет па, жиі емес әйтеуір. Отчетность тапсыру керек болған кезде бухгалтерге звондаңыз. Так штатта бухгалтер мысалы қажет емес. Келесі, сіздің айналаңызда осындай адам бар ма? Но, например, бухгалтер емес. Например, сатушы делік. Сатушы әркімге керек қой. Уже, например, кәсібіңізді дөңгелетіп жатырсыз, үлгермейсіз, өзіңіз сатуға қосымша сатушы немесе менеджер керек сізге. Бұл адам точно қажет деп шештіңіз. Екінші сұрақ қойыңыз. Сіздің айналаңызда осындай адам бар ма деңіз. Алдымен өзіңіздің жақын айналаңызда іздеңіз. Мүмкін достарыңыз болады, туысқандарыңыз болады, мүмкін бір балдыздарыңыз болады, өте жақсы қарым-қатынас болады. Бастапқыда соларды да алуға болады. Үшінші сұрақ, шештіңіз, осы адамды алам делік. Енді оған звондап, кел маған жұмыс істе деп алдында, ол басында қанша ақша, ол адамға басында қанша ақша төлейсіз екенін түртіп алыңыз. То есть сізде уже не бар? Адамның функцияларын жаздыңыз, біріншіде. Екіншіде, ол адамды таптыңыз, примерно кім болады екен. Үшіншіде, ол адамға қанша төлейді екеніңізді жазып алдыңыз. Уже сізде кәдімгі ұсыныс қалыптасты. Сіз жай ғана звондап емес, кел ауылдан жұмыс істейміз, бизнес кәсіп аштым деп жазбайсыз, хабарласпайсыз. Сіз уже нақты айтасыз. Сәлем бауырым, маған сатушы қажет еді, сен бір күшті адамдармен қарым-қатынас жасайсың ғой. Соны істейсің, күнделікті сағат 9-дан 6-ға дейін отырасың, звондайсың, жалақысы примерно 100 мың дейсіз. Көрдіңіз ба? Уже ол адам оңай шешім қабылдай алады да, уже біледі не істеу керек екенін. Және де соңғы бірақ кем дегенде маңызды сұрақ, өзіңізден сұраңыз.
сіз бұл мүмкіндіктерді өзіңізге ала аласыз ба? Егер де сіз бухгалтер мысалында айтқандай өзіңізді Excel'ді біліп, өзіңізді сандарды есептеймін дей алсаңыз, значит, сіз ол адам қажет емес. Поэтому любой кезде адам алу керек, адам аз деп ойласаңыз, осы 4 сұрақты қойып шығыңыз. 4 сұрақтан кейін ол адам қалса, алыңыз. Егер қалмаса, өзіңіз жасай беріңіз. Ну, в смысле, нормально все. Өзіңізді көтере аласыз. Любой кәсіпті алдымен өзіңіз бастаған дұрыс. Так, келесі. Интервью. Тоже қысқаша айтып кетейін. Интервью, собеседование. Собеседованияны өткізген кезде кейбіреулер ойлайды, HR менеджер қажет деп. Мен өз ойым, собеседованияны әрқашанда бастықтың өзі жүргізу керек. Неге десеңіз, HR менеджер тек қана немен жүреді? Функционалды. Саламатсыз ба, сағат 9-дан 6-ға дейін жұмыс жасайсыз, обед бар, оформление по ТК, жалақысы осылай, айлығы 1-ден 5-не дейін түседі дейді, болды. Ал басшының өзі болса, ол уже басқаша өткізеді собеседование. Ол компанияның құндылықтарын айтады, компанияның мақсатын айтады, ол адамды сынайды басқаша түрде. Уже түсінеді, мен ол адаммен жұмыс істей аламын ба, жоқ па? Алдында отырған адамның құндылықтары мен құндылықтарымен сәйкес келе ме, жоқ па? Осының барлығын өзі түсінеді. Тіпті мына жерде мысал келтірген Марк Цукерберг, әйгілі үлкен Facebook компаниясының директоры, Facebook'та карантинге дейін 5.000-ға 6.000-ға жуық адам жұмыс істеген әлем бойынша, қазір одан аз. Сол үлкен басты маңызды рөлдерге адамдарға өзі шыққан екен интервьюға, собеседованияға. Себебі олар делік таланттар көп қой, таланттар көп дегенде. Таланттар аз, то есть, мысалы, разработчиктер көп, бірақ ең күштілері аз. И Марк Цукерберг әдейі барады да анаған айтады, кел мен компаниямда жұмыс істе деп сұрайды. Неге десеңіз, себебі егер де Марк Цукерберг осы бір талантты адамды өзіне тартып алмаса, ол адамды басқа компания тартып алады, басқа IT компания тартып алады. И уже оның конкуренті жеңіп алады оны. Сол үшін сіз де соны ойлаңыз, міндетті түрде күшті бір талантты адамды көрсеңіз, өзіңіз сұхбат жүргізіңіз, және ол адамды жұмысқа тұрғызыңыз. Так. Мына жоғарыда өтіп кеттім, мен атап кеттім, адамдарды қалай іздестіру керек, таныстарыңыздан сұраңыз, осындай сияқты. Енді кімде команда бар уже? Команда кімде бар? Мысалы, Нұрсұлу ханым, мүмкін мен білмеймін, кімде команда бар. Плюс жасасаңыз, біліп тұрамыз. Сіз болса, сізде әрқашанда команданы мотивациясы жасау керек. То есть, команданы ынталандыру керек. Ол мотивация ең күшті, ең түсінікті болу үшін, алдында айтып кеттік қой, мақсаты болу керек, құндылықтары болу керек, күнделікті жұмыс жасайтын функциялары болу керек. И осының үстіне қосымша, міне, ынталандырудың бірден бір кеңесі кез келген мақсатты нақтылап қою. Мүмкін оны басқа да трекерлерден де естіген шығарсыздар. Кез келген мақсат нақты болу керек, өлшенетін болу керек, шектеулі уақыт шеңберінде болу керек, және де жобаның жалпы тұжырымдамасына сәйкес келу керек. Олдай мақсатты талдап көрейік. Сіз продажникті алдыңыз, мысалы. Или, давайте, вот кеше Лаура ханмен бір консультацияда болғанбыз, таргет жөнінде. Сізде таргетолог келді. Сіз таргетологқа айтасыз, что-то кәсібім жүрмей жатыр, маған клиенттер керек дейсіз. И все. Көбінесе сол айтады басшылар, шын мәнінде. Мен де солай айтқанмын бұрын, таргетті білмеген кезінде. Маған клиенттерді істеп бер, жаңа интернеттен әкеле салшы дейсіз. Қанша тұрады? Айлығы қанша? 100.000 ба? Мә, ала сал 100.000-ды, маған клиенттер керек дейсіз. Көрдіңіз ба? Ол адамға сіз не мақсат қойған жоқсыз, не уақыт шеңберін белгілеген жоқсыз, тағысын сондай сияқты. Ал осы
смарт, кажется, жүйесі деп аталады. Осымен қоятын болсаңыз, сіз уже айтасыз. Так, бауырым, маған сен жалпы істей аласың ғой таргетті? Иә, істей аламын дейді. Маған сол таргеттен қазір күніне минимум 10 адам қажетті. Күніне істеп бере аласың ба? Істеп бере аламын дейді. Ага, жақсы. Ендеше күніне 10 болса, айына 300 адам қажет. Істей аласың ба? Иә, істеп бере аламын. Жақсы. Енді нақты бұл қылдық па істелді? Қылдық. Еще айтасыз, маған ол 310 адам жиналған кезде ол андай әшейін жазып, саламатсыз ба деп кетіп қалатын адамдар емес. Маған конкретно мен бұйымымды, нәрсемді сатып алатын клиенттер керек. Жақсы сапалы лидтар керек дейсіз. Заявкалар дейсіз. Міне, түсіндіріп бердіңіз, нақтылап бердіңіз. Енді өлшеп бердіңіз ба? 10 күніне 10, айына 300 дедіңіз. Шектеулі уақыт беріңіз. Маған бірінші клиент, бірінші сатылымдар 1 аптадан кейін болсын деңіз. Егер болмаса, қарым-қатынастарымды үземіз, ақшамды қайтарасын дейсіз. И төртіншісі, жобаның жалпы тұжырымдамасы сәйкес келу керек. Яғни сол ғой. Жай ғана келіп жазып, саламатсыз ба, қалыңыз қалай деп жазатын, бірақ сатып алмайтын адамдар керек емес. Көрдің ба, мен кәсіп жасап жатырмын. Менде андай социальный жоба емес, маған ақша төлеу керек, саған да ақша төлеу керек. Егер де клиенттер сатып алмаса, мен саған ақшаны төлей алмаймын деп мақсатты қойып жібересіз да сол адамға. Уже ол басқаша жұмыс жасайды. Сондай мақсат қойсаңыз, оған ол уже басқаша жұмыс жасайды. Қосымша, егер де таргетолог немесе продажниктің мысалында айтатын болсақ, қосымша мақсат ретінде пайыз бере аласыз. Айтасыз, әрбір сатып алған адам осы таргеттен келген, даже сатып алған емес, таргет мысал келтірсек, әрбір маған клиент болып түскен адам бағасын біліп, доставкасын біліп, жұмыс уақытын біліп, тауарымды көрген адам үшін мен уже саған, например, қосымша 100 теңге төлеймін дейсіз, или 200 теңге төлеймін дейсіз. Сонда ол уже адамның мақсаты болады. Не просто так сізге адамдарды ертіп келу, нағыз сіздің қызметіңіз немесе сіздің өніміңіз қажетті адамдарды тартып алу болады. Ол түсінікті шығар. Ынталандыруға, процентпен ынталандыру ең жақсы нәрсе, ең жақсы тәсіл. Неге десеңіз, напрямую результатпен байланысты болады. Результат бар ма, сатылым бар ма, процентін бересіз. Жоқ па, бермейсіз. То есть өзіңізден еш нәрсе кетпейді. Егер ол, мысалы, мен бағана байқадым, Нұрсұлу ханым бар топта. Нұрсұлу ханымның производствосын көрдім, мен қанша адамдар бар екенін көрдім. Оған, мысалы, топқа ынталандыру қалай жасауға болады? Жоғарыда айтқандай, мен үстінде айтып кеттім ғой, бір қазір есімнен шықты. В общем, бір ұйыммен жиналып, серуендеп, тамақ ішіп дегендей сондай істеуге болады. Корпоратив. Корпоратив жасауға болады. То есть ол да ұйымды ынталандырады. Сосын мүмкін білетін шығарсыздар, тоже ол да бар негізі. Капитализмде азырақ, бірақ Совет үкіметінен қалған нәрсе, және де біздің мемлекеттік органдарда до сих пор бар. Грамота беру, алғыс хат. Алғыс хат алдым дейсізді, алғыс хат бердім дейсізді, ынталандырасыз адамдарды. Ол негізінен жұмыс жасайды, барлығына жұмыс жасайды, даже маған да жұмыс жасайды. Біз жылдың соңында, мысалы, компанияда аз адам жұмыс істесе де, барлық подрядчиктерге, партнерлерге алғыс хат жасаймыз. Да, ол андай президенттен емес, министрден емес, өзіміздің кішігірім ИП-дан. Бірақ та ИП-нің мөрі тұрады, директордың қолы тұрады, и күшті әдемі бір сөздер жазып қоямыз. Сізге, сіздің жанұянызға бәріне рахмет, или мысалы әке-шешесіне болса, сіздің аталарыңызға рахмет, осындай баланы тәрбиелегеніңіз үшін дегендей. Тағы сондай сияқты сөздер жазып қоясыз да, уже ол да ынталандырады адамдарды. Оны праздниктарда жасауға болады, или жылдың соңында жасауға болады, өзіңіз біліңіз. Компанияның туған күні болған кезде жасауға болады. Жалпы ынталандырудың түрлері көп, ол жеке бөлек тақырыпқа да ауысып кету мүмкін, бірақ та қысқаша осы. Жалпы бүгінгі тақырыпқа
тақырып өте үлкен ауқымды. Маған ұнайды осы тақырып, себебі өзімді соңғы 3-4 жыл командаға адамдарды өзім жинаймын, өзім ынталандырамын, өзім KPI темаларын қоямын, мақсаттарын. Сол үшін де білем, қалайша қатты әсер ететінін. Осы компанияға міндетті түрде осыны білсеңіз, X10, X20-ға келу мүмкін. То есть дұрыс адамға мақсат қойған, сізбен бір жүйеде, бір мақсатта, бір құндылықтармен келе жатыр, профессионал тауып алдыңыз, күшті бір үлкен компаниядан тартып алдыңыз өзіңізге профессионал маманды, жалақысы жағынан келістіңіз, и ол міндетті түрде сізде как второй, екінші не сияқты болады, второй пилотты білесіз ғой, неден самолеттарда біреу ұшырады, сосын шаршаса, біреу шығады, екіншісі ұшады. Тура солай сізге де болады. То есть өзіңіз әрқашан жалғыз емес, кәсіпкерлік жол қиын ғой негізі, оңай емес. Неше түрлі нәрселер болады. Ауруға да болмайды да кәсіпкер болған кезде. Өйткені бір күнін, ауырып қалған күнін бәленбаймын ақшаға келіп тіреледі. Сол үшін қасыңызда осындай адамдар болса, олар жұмысты тоқтатпай, өздері әрекет жасау әбден мүмкін. Сол үшін командаға міндетті түрде назар бөліңіз. Командаңыз болу керек пе, болмау керек пе, өзіңіз шешіңіз. Әркім әр адамға байланысты. Бірақ та жинаймын десеңіз, осындай кеңестерді, құндылықтарды қолданып көріңіз. Мен аяқтадым. Мен чатта бірнеше сұрақ бар. Давайте, менде алғашқы рет осыншама адам таңғы сағатта жиналса да, рахмет сізге. Қанша? 10, 15, 16 адам жиналды. Қызықты тақырып болған сияқты барлықтарыңызға. Егер де сұрақтарыңыз болса, 1-2 сұраққа жауап берейік. Жауап беруге тырысайын. Сұрақтарыңызды қойсаңыз болады. Қайырлы күн. Бүгінгі тақырып өте күшті тақырып. Өзім енді қоғамдық ұйымның жетекшісі болғандықтан, төрайым болғандықтан, командам бар. Құрылтайшыларымызбен бірінші бастап, осы әлеуметтік салада осал топқа көмектесу біздікі. Бағытымыз, мақсатымыз бір болғандықтан, жаңағы айтқан 4 командамызда барлығы бар, тек қана әкімшілік болмай тұр. Енді алдағы уақытта біздер өзіміздің ұйымды дамыту үшін, бізге өзімізге де бала шағаны асырау үшін табыс керек. Сондықтан әлеуметтік кәсіпкерлікке жол ашып бастап жатырмыз. Жұмысшыларымыз бар. Енді ол біздің өзіміздің базамызда тіркелген әлеуметтік осал топтарды, оларды екі қоянды бір оқпен атамыз дегенде, оларды жұмысқа тұрғызамыз, әрі өзіміздің бизнесімізді дамытамыз деген мақсатымыз бар. Көшбасшылық енді мен өзімде бар деп ойлаймын, себебі мен басшы емеспін. Жаңа сіз айтқан барлық қасиеттер бар енді. Басшымын деп жаңа қаттырақ сөйлемеймін, барлығын ойын, барлығын теңдей көремін командамда. Мақсаттарымыз бір. Көп нәрсе енді түсіне бастадым, бізге не жетпейді, біздің командамызға деген сияқты өте пайдалы тақырып болды. Рахмет айтамын. Сұрағым, көшбасшы дегенде политический көшбасшылар жөнінде, мысалы, айырмашылық қандай? Кәдімгі бизнесте, кәсіпкердегі, жаңағы басқа мемлекеттік органдардағы да көшбасшы болып есептеледі кейбіреу да, енді жеке бір компанияның көшбасшысы болып, басшысы или көшбасшысы. Ал политический тұлғалар жөнінде олар қалай, айырмашылық қандай? Рахмет сұрағыңызға, Динара ханым. Мен бір айта кететінім, любой әлеуметтік нәрсені бастайтын адам міндетті түрде көшбасшы болады. Уже 100% басқаша болуы мүмкін емес та. Себебі оның мотивациясы кәсіпкерлерде сияқты тек қана ақша емес, бір әлеуметтік идея. Ол идеяны апарып, ойланып, басқа адамдарға таратып жүру үшін міндетті түрде көшбасшы болу керек. Енді сұрағыңызға жауап ретінде, мен шыны керек саясатты, политиканы аса білмеймін, бірақ та қысқаша жауап берейін. Мен ойымша, кәсіпкерлік көшбасшыны түсінуге болады. Кәсіпкердегі көшбасшыны. Себебі ол қарапайым капитализмнің заңдарына бағынады. Егер де мына жерде табыс болса, табыс көзі болса, ол сол жерге барады.
Табыс болмаса бармайды. Ал саясаттағы көшбасшыларды шын мәнінде түсінбейсің. Қандай мотивациялары қандай, ол шын ба, әлде артында пышақ ұстап жатыр ма, ол түсініксіз да. Сол үшін де мен оларды андай салыстырып біле қоймаймын да аса. Бірақ бір ескеретін жайт, Динара ханым, егер дұрыс түсінсем сұрағыңызды, күшті бір кітаптар бар ғой, мысалы Ли Куан Ю деген кітап бар. Ол Малайзия, Сингапурдың премьер-министрі. Или там Мао Цзэдун деген кітап. Мао Цзэдун деген кітап. Осындай кітаптарды негізі оқуға болады. Сол бір жақсы нәрселерді үйренуге болады сол саяси көшбасшылардан. Түсіндім. Өйткені олардың қабылдайтын шешімдері бүкіл тек қана өзі үшін мен ұйымы үшін емес, бүкіл мемлекет үшін ғой. Оларда негізі қиын шешіп қабылдау деген. Кішкентайдан бастау керекпіз, үлкен тұлға болу үшін дейсіз. Рахмет. Жақсы, құрметті тыңдаушылар, егер де сұрақтарыңыз болмаса, осы нені аяқтауға рұқсат етіңіз. Мен бір ғана ескеретін нәрсе, барлықтарыңызда мен уже қанша 2 аптадай, 3 аптадай болды жүргізіп жатқаныма, біраз адамдарды таныдым, кәсіптерін білдім. Сәттілік тілеймін сұрақтарыңызға, және де кәсіптеріңізге. Және де егер де осы жобаның соңында жоба қорғау болса, жоба қорғауға дайындалыңыз. Міндетті түрде презентацияларыңызды әзірлеп, естеріңізде ме, алдында презентация тақырыбын өткенбіз. Сосын соған дайындық пич ретінде де не айтатыныңызды дайындап жүріңіз. Егер де қосымша сұрақтарыңыз болып, дайындық керек болса, организаторлар арқылы, ұйымдастырушылар арқылы маған хабарласыңыз. Мен негізі сіздерге деген уже қалай орысша айтсам, привык, прикипел дейді ондай нәрсені. Әркім үшін, әркімнің кәсібі үшін өте андай жүрегіме жақын қазір. Поэтому хабарласыңыз. Мен сіздердің сәттілікке жетулеріне, егер бір нәрсе қосатын болсам, үлесін қосатын болсам, маған өте күшті болады. Рахмет. Рахмет, сау болыңыз.